Саламатсыздар, білім алушылар. Анатомия спорттық морфология негіздері пәні бойынша нөмір 12-ші дәріс. Дәрістің тақырыбы ағзадағы зат алмасу процестері, ағызу алмасу, көмірсу алмасу. Дәріс жоспарында қарастырылатын сұрақтар. Бірінші, тірі ағзалардың құрамындағы заттар. Екінші, көмірсулар. Үшінші, нәруыздар. Төртінші, майлар. Бесінші, дәрумендер. Бірінші, тірі ағзалардың құрамындағы заттар. Тірі ағзалардың химиялық үрдістер мен құрам бөліктерді зерттейтін биохимик ғалымдар барлық заттарды органикалық және биорганикалық деп үлкен екі топқа бөледі. Органикалық заттарға нәруыздар, көмірсулар, майлар, нуклеин қышқылдары жатқызылады. Ал биорганикалық заттарға су, тұздар, қышқылдар. Адам ағзасының 60% судан, 34% органикалық заттардан, 6% биорганикалық заттардан тұрады. Органикалық заттар деп отқанымыз тіршіліктің химиялық негізі. Барлық тірі ағзалардың органикалық заттардан тұрады. Құрамында органикалық заттар болмайтын бірде-бір тірі жасуша жоқ. Табиғатта тек тірі ағзалардың құрамында кездесетіндіктен олар органикалық заттар деп аталады. Органикалық заттарға нәруыздар, көмірсулар, майлар және нуклеин қышқылдары жатады. Биорганикалық заттар химиялық элементтердің өзара және бір-бірімен байланысуынан шығатын заттар. Олар химиялық элементтер, яғни кальций, натрий, магний, бор, хлор, калий, марганец, темір, мырыш, хром, йод, фтор, мыс, кремний және тағы басқа заттардан тұрады. Метаболизм кезеңдері. Бұл органикалық заттар мен биорганикалық заттардың ағзадағы алмасу процесі. Яғни, бұл метаболизм кезеңдері 3 кезеңнен тұрады. Бірінші, заттардың ағзаға түсуі, яғни ас қорыту мүшесі асқазанда бастау алады. Екінші, метаболизм, яғни зат алмасу, заттың қорытылуы, яғни бұл асқазаннан бастап ішектерде жүретін үрдіс. Соңғы өнімдердің ағзадан шығарылуы, яғни бөліп шығару жүйелеріне жеткізілуі. Метаболизм бөлімдері бұл анаболизм және катаболизм процестерінен тұрады. Анаболизм дегеніміз төменгі молекулалық органикалық немесе биорганикалық заттардың жоғарғы молекулалық органикалық заттарға айналуы, яғни пластикалық алмасуы, ассимиляция деп аталады. Ал катаболизм дегеніміз жоғары молекулалық органикалық заттардың төменгі молекулалық органикалық және биорганикалық заттарға дейін ыдырауы, энергетикалық алмасу, яғни диссимиляция. Екінші, көмірсулар. Көмірсулардың адам өміріндегі маңызы. Көмірсулар адам ағзасына нәруыз бен майлардың дұрыс алмасуына қажет. Олар нәруыздар мен қосылыстарда кейбір гормондар, ферменттер, сілекей секреттері мен басқа да маңызды қосылыстар түзеді. Көмірсудың қызметі жасушадағы барлық процестерді энергияның негізгі көзі болып табылады. Ол дегеніміз 1 грамм глюкозада 17,1 килоджоуль энергия бөлінетіндігін айқындайды. Екінші, құрылымдық қызмет атқарады. Үшінші, қор жинау қасиеттеріне ие, яғни крахмал мен гликоген глюкоза көзі болып табылады. Үшінші, ДНК, РНК және АТФ компоненттері. Көмірсулар көп кездесетін өнімдер. Олар бақша дақылдары, жүзім, қарбыз, қауын өрік, алма, алмұрт. Астық тұқымдастары, күріш, бидай, сұлы, арпа және жүгері. Үшінші, бұл нәруыздар немесе белоктар. Нәруыздарды тұтынатын өнімдер бұл асбұршақ, күрме бұршақ, қытай бұршақ. Ал тағамдарда ет, жұмыртқа, ірімшік.
Нәруыздың қызметі ағзада құрылыстық, ферменттік, энергетикалық, реттейтін, қорғаныш, механикалық, жерілгіш, тасымалдау, пигменттік қызмет атқарады. Келесі майлар. Майлар триглицеридті органикалық қосылыстар. Негізінен глицерин мен май қышқылдарының күрделі эфирлері. Глицерин мен жоғарғы карбон қышқылдарының күрделі эфирлері. Адамға тәулігіне 50-70 грамм май қажет. Үнемі майсыз тағаммен қоректену жүйке жүйесінің қызметінің бұзылысына, иммунитеттің төмендеуіне әкеліп соқтырады. Адамның азықпен қабылдайтын майының кемінде 3-тен 1-нің құрамында қанықпаған май қышқылдары бар сұйық майлар болуы керек. Сұйық майдың биологиялық белсенділігі басқа майлармен салыстырғанда жоғары болып келеді. Май маңызды биологиялық отын, ағза үшін энергия көзі, қажетті тағам зат алмасу процесіне қатысатыны маңызды қосылыс. Майды, яғни сұйық май, қатты май ретінде тұтынамыз. Бұндағы қатты май деп отырғаным жануарлардың майы, яғни қой, сиыр, балық майлары, ал сұйық майлар бұл өсімдік тектес, мақта, күнбағыс, рапс, қыша және сафлер өсімдіктерінен алынады. Келесі соңғы 5-ші бұл дәрумендер. Дәрумендер бұл тіршілік етуге қажетті ерекше органикалық заттар. Олар суда еритін және майда еритін болып екіге бөлінеді. Дәрумендерді 1880 жылы орыс дәрігері Лунин ашқан. Ол эксперименттік жолмен жануарлардың қорегінің құрамында нәруыздар, майлар, көмірсулар мен су және минерал тұздармен қатар дәрумендер болу керек екенін дәлелдеді. Витамин деген терминнің өзі 1917 жылы пайда болған. Дәрумендердің атауы латынның бас әріптерімен белгіленген, мысалға А, Б, С, Д, суда еритін С, П, П, В, майда еритін К, Е, Д, А негізгі дәрумендер топтамалары. Кейде әріптердің қасына сандар жазылады. Бұл цифрлар дәрумендердің ашылуы ретінде көрсетіледі. Мысалға В1, В2, В6, В12 және тағы басқа. Дәрумендердің ағзадағы мөлшерінің ауытқуы ол әртүрлі ауруларға алып келеді. Мысалы, гиповитаминоз ағза үшін дәрумендердің жетіспеушілігі. Авитаминоз күнделікті пайдаланатын тағамдардың құрамында қандай да бір дәруменнің ұзақ уақыт болмауы. Ал гипервитаминоз дәрумендердің шамадан тыс көп пайдалануын көрсеткішін айқындайды. Алдарыңыздағы слайдта бұл витаминдердің бірінші, яғни атаулары, екінші негізгі қай өнімдерден тұтынатынымыз, яғни өсімдік, жануар, қай дақылдардан тұтынатынымыз берілген, арғай витаминдердің физиологиялық ағзаға әсері сипатталған. Сонымен дұрыс тамақтанудың пирамидасын ғалымдар зерттеуінде төмендегідей ұсынады. Суды, яғни күнделікті біз жеке тұлға 1,5-2 литрге дейін тұтынуымыз қажет. Яғни бұл биорганикалық заттар, яғни су, тұз, қышқылдардан тұрады. Екінші, жеміс жидектер. Бұлар күндік тәулікте тұтынатын мөлшері 500 грамм. Бұлар ағзаға көмірсулар мен нәруыздар болып енеді. Келесі, үшінші, бұл ұн өнімдері. Яғни ұн өнімдері күнделікті мөлшері 400 грамм, ол ағзаға көмірсулар болып енеді. Сүт, ет, балық өнімдері 200-300 грамм, ол нәруыздарды береді. Майлар, жаңғақтар, олар күндігіне 50, ары кеткенде 70 грамм, олар ағзаға майларды береді. Ал тәттілер, бұл ең төменгі мөлшерде тұтынуы қажет, олардың ағзаға беретін бөлігі, олар майлар есептеледі.
Қорыта айтқанда, көмірсулар алмасуы ағзадағы энергия алмасудың ең негізгі маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Жасушаларды энергияның негізгі көзі глюкозамен қамтамасыз етеді. Ас қорыту кезінде күрделі көмірсулар моносахаридтерге ыдырайды. Олар қанға сіңіп, ұлпаларға жіберіледі. Глюкозаны жасушалар гликолиз, аэробты тотығу және басқа биохимиялық реакциялар кезінде энергия алу үшін пайдаланады. Артық глюкоза бауыр мен бұлшықеттерде гликоген түрінде сақталады немесе майға айналады. Көмірсулар алмасуы гормондармен ең алдымен инсулинмен және глюкогенмен реттеледі. Бұл процестердің бұзылуы қант диабеті сияқты ауру патологияларына әкелуі мүмкін. Осылайша қалыпты көмірсулар алмасуын сақтау дененің өмірлік маңызды функциялары мен оның физикалық өнімділігі үшін өте маңызды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.